Kutu olsun. Еңбегің жасын. Kutu olsun. Kanday keremet. Keremet. Benimki çarşı. Bir Allah jar olsun. Allah sağan apanın arvahı olmasın jar olsun. Doğruğa olsun. Keremet ne yapıyor? Oğlum ne kaçırdı? Ne kaçırdı? O keremet bana da öyle. O Nemet klinikanın kuhya bu gitti mi? Nasıl da ne çarşı? Kutu olsun. Keremet. Ne kendisi ne yapıyor? Hadi mi? Vay vay kandekim. Ker var mı? Ker var mı? Ker ver. Oo senin gözün kırmızı bundan gözün kırmızı. Ya. Kanday keremet. Keremet var sertifikatların eliyesi. Kanday keremet. Құдай еңбегің жассын, еңбегі жассын мачко. Бәрі сұлу боласыңдар кейін. Келіп осы жерде жатып. Жасарып жүреміз. Иә, жасарып жүресіңдер. Еркелеп, қасың кетіп. Қандай керемет, е? Бірталай бар екен, е? Сіз құдайдан намынап нелеріңді. Иә. Еңбегі. Бұна холодильник кішкентай, е? Қандай еді. Керемет, киім кіші қалатын өзіне. Мына бір өкім бірне ақ жүр. Есіктері де жарасы кетіп күшті. Помощник деген есіктері керемет болып дейді, бәрі айлет болды. Ана, несіменен. Ойбай! Мына жаңағы көргеніміз Marikon енді bir kişi slide üstünde yaşıyor. Anlamadım ben. Aslında değil. Koy şimdi. Ben $300 verdim yemeğe bulsam. Sana gitmem. Rahmet. Al. Al. O aslında değil. Yemeğe bir kişi Ойбай, немен ақша еді? Doğru koy. Евро. Ужас, доллар. Aslında көп deme. Еңбегің жассын. Әсіл еңбегің жассын. Красота. Керемет алтыным. Күшті әсім. Алимда. Әсім. Мына ашқан клиникаң құтты болсын. Денің сау болсын. Жаратқан Алла ата бабаңның аруағы қолдап. Еңбегің жанып қандай керемет. Мен өзім айтарым демейді. Таң қалып керемет шок болып отырмын. Мен қанша клиникаға барып жүрмін енді. Мен дәл осындай көрмеппін. Енді совсем бөлек, дизайн бөлек, вообще сапа деген енді сөз жоқ. Енді клиенттерің көп болсын. Абыройың асқақтап, мәртебең көтеріліп, мықты бір қатқан, бұдан да әлі де атағын шыққан бір косметолог, дерматолог болып, Қазақстан білетіндей, Қазақстан білмесе тұсы Алматы білетіндей болғым. Еңбегің жасын алып, құтты болсын. Елешоқтың қызығын көріп, Андрей екеуің бақытты баянды ғұмыр кешіп. Ең негізі дендерің сау болсын. Қалған бәрі өз орнымен келе біледі. Көңілдерің таудай болсын жаным. Сендерге қарап, Илюшка да осындай талпынады. Әкесінен көріп, шешесінен көріп, екі жақтан ол, бұяқтан апасынан көріп, ағаларынан тәтер, бала деген жан-жағына қарап, үлгі алады, талпынады. Он наследник. Алла бұйырса, вот настоящий наследник он. Сол? Дай Бог. Тек қана бақыт тілеймін, денің сау болсын. Удачи вам. Рахмет. Мына көтерген шаңырақтарың құтты болсын. Іші долларға толсын, ақшаға толсын. Ең негізгі сендерге тілейтінім денсаулық. Ауырмаңдар. Не бар екен, понимаешь? Переводтың қажеті жоқ сөйлеп. Переводтың керек жоқ. Душа все понимает. Қазағым-ай. Сонымен еңбек өте керемет еңбек мынау.
асатайымда айтып жатыр ғой, мына қаншама клиникаларға барып жүрмін. Турамен демесе көрмедім деп, өте аккуратный жасалған, өте әдемі, талғамы күшті балапан. Біз ананы бүйте салсаңшы, мына сөйте салсаңшы дегенде жоқ болмайды деген, ананың бәрін лапшыққа түсіріп, мынаның бәрін натяжной патологымды жасап, қандай керемет, прямо біріне бірі сәйкес келіп тұр, өте әдемі. Талғамың күшті. Талғамың күшті екен жаным. Енді Құдай сол сенің осы Алла тағала шығар, саған осыған итеріп, кірпіңді алғызып, осыны жасайық деп талпынғаның, Алла саған сүйеу болады өлді де, сендерге, Андрюшам бар, Илюшка, бәрің осы шаңырақтардың қызығын көріңдер, қызығына батыңдар, жақсылығын көріңдер. Андрюша айтып жатыр ғой, пенсияда жарты не өтеді деп, о да өте шығады, түкте қорықпай көзіңді жұмдың, бітті, арғыра уже кетеді. Самый главный, жаңағы лицензияларыңды аласаң, жаңағы жасап алсаң, бітті, жаның тыныш болады. Әйтеуір кредит өзімен өзі ақырын түскеннен төлеп отырасың. Ешкімге тәуелді емессің. Ешкімге бағынышты емессің, жаутеңдемейсің, қорықпайсың. Өзің бастық. Сондықтан еңбегің жансын, еңбектерің жансын. Содан айтам, бәріміз аман болайық. Асан тәкен қуатым қыстан зарлады. Даже суретіңді көрмей қойды. Мен барам да сюрприз, бірақ жазып тұрған, бірақ көремін. Барам деп автобуспен келгісі негізі күні қақыдағы соғымда мен өзім барып көріп шашып келдім деп. Оны айттым, жоқ, автобуспен жүрмей-ақ қой, Марлеммен. Екеуміз мен де барып көрейін, ода лесіп ақыр, онсыз әйтеуір анда-санда чалып. Барам дегенмен тоқтап қалдың, айтпақшы, өзім кетіп өзім кететін еді. Мен сені бір лесіп барайын онда. Әсімелі дүшемді жақсылықтарын көрейін дедім да. Сол. Әйтеуір әне-міне деп жүріп, әрең өткенде кетіп кететін едік. Дәнтай ұрып қалды. Оны соқпай келсек тағы болмайды. Басың өтірмей жатты. Сондықтан айтам енді, осы еңбектерің жансын. Бар жақсылықты тілеймін бастарыңа. Аман болыңдар. Илюшкамның қызығын көріңдер, екеуің. Сол тек қана осы жайылған дастархан өмір бойы береке, мына ақтынан, табалдырығынан, шаңырағынан кетпесін. Амин. Бәрі жақсы болсын. Денсаулық, бәріміз аман болайық. Қуаныштарыңа ортақтасып, бәріміз сұлу болып келіп. Мадикон мысалы кеше күні бойы тыпырлап, жасап, анан апарам деп чырылдап неға батыр. Тауба, мен мынандай пісірмеймін ғой, ештеңе жасай алмаймын, көзімі біресе анасың айнап, біресе мынасың айнатып, тыпырлап, сапар биыл наурызда ауыз тигізейік саған, ішпей қалды ғой деп. Рахмет. Бар уақытта әйтеуір Мадика бар ғой қастарында. Тауба, шүкір Аллаға. Тауба, Аллаға шапқылап келіп өсіп көмектесіп, мен барып Боркын ремонт керемет yaptı, Боркы жасап берем, үйлеріне дейін жасап берем деп қояды ғой шақырса. Жайнап беріп көрсем деп қояды, өйткені соны айтқан ниетіне рахмет. Ой, әрине қойтады, әрине. Сондықтан бәрін үндемей қойса не істей қаласың? Мен енді машина алып отырып, ода құтты болып, енді анда-санда әйтеуір қалаға да келіп тұрамын ойлап қояды, енді ақырындап ойы орындала берсін. Кішкене ақыры таксовать жасап, Алматыға да келін деп қояды. Дұрыс келу керек. Шығамын ақырын деп. Сол ойларың орындала берсін, армандарың орындала берсін. Барлығын осы айтылғанымен періште аумин деп қабылдасын. Сол бәріңіз жақсылық, бейбіт, мен тілеймін. Мадика, сен де сразу айта сал. А вообще спасибо, всем спасибо, потому что действительно помогли, очень сильно помогли. Потому что в одиночку я бы вот это вот точно не сделал, потому что вот эти вот неудобные до жути, да, их в одиночку вообще никак не приклеить. От слова совсем. Только с Марленом они только вдвоем работали. Вот, поэтому огромное спасибо. И Маденька тогда приехала и все вылезала, все окна вылезала буквально. Аж они до сих пор блестят. Правда, вот там на кухне какая-то сволочь обгадила. Туда почему-то птицы любят прилетать. Видимо, там же еще, по-моему, гнездышко, кормушка, вот они привыкли уже. И прям на решетку, видимо, садятся сволочи. Там вообще кошмар, а так так здорово. Здорово. Спасибо огромное.
всем. Маме спасибо за поддержку и за помощь тоже. Всем спасибо. Иван тоже. Аське тоже, да, спасибо. И Аське спасибо. Тоже ждет, сидит. Ербаласып, мінекей осы үйге келіп отырмыз. Жаратқанға мың шүкір, тәтемнің осы дастарханның басында бала шағасының қызығын көріп, бізде өстік. Bir gün әсің үйінде, bir gün дәнтайының үйінде, bir gün қалған күндерін мәненіңнің қасында бақытты баянды ғұмыр Амин. кешсін. Осының өзі бір бақыт. Дастарханға Құдайым байлық берсін, дендеріңе саулық берсін, екі балапан бақытты болсын, осы үйде тек қана жақсылық болсын, қуаныш болсын, той болсын. Амин. Құдай бере саған отырыңыз. Мен саған менің подаркам. Тұр, міне сен жалып жатасың. Ой, жеме, сақ қой. Қалтаң бар ма? Жоқ. Ага. Міне. Бар. Не бар? Жөнге тақпайды. Арғарам отыр. Хан чөншегім. Мен айтам, жашейінде ауыз жаппас тойдан деген бөлім. Иә, байқаңыз бағила. Апасы айтатын, жоқ апасы киіндіріп тастайтын, барын ала беретін, коляскада жатады ғой мамам. Аппақ сүтті киінгенде, Күшті киімдер. апасы бар ғой, өзінің апасы, күшті дейді. Аяғына деген анандай, о заманда, осыдан бәленбай жыл бұрын ғой, қандай 48 жыл бұрын. Аяғына деген вязаный. Ондай жоқ қой, ішінде жоқ ондай. Сондай қызыл, әлімде бар ғой, есімде кетпейді. Соның күн әйбәт коляска жатады сөзде. Өміртай аталарым келеді. Ой, мынау байдың қызы Бағила неғып жатыр ей. Сонымен күліксі Бағила болып кеткен. Жоқ, мынау байдың қызына иә дейді. Иә. Соның кейін сөйтіп жүріп мінекей. Енді сол періштесі әумин деп Үмітай атасының айтқаны, аталарының айтқаны, апасының, әжесінің, үлкен Нұрғайша әжелерінің сондай бір тілегі, байдың қызы Бағила болып жүріп, Құдайға шүкір, міне, бай деген сенің мамаң, танылып не керек, сендер қандай бақытты баласыңдар, тек қана жақсы оқып, әделік, әпкең секілді ағылшынды мықты оқып, сен бокста мықты чемпион болып, әке-шешелерінің еңбегін ақтап, бақытты, үлкен азамат болып, осы үйде үлкен, мынау кішкентай ғана, шағын ғана бір орын болып тұр ғой, орын стол, той жасалып, мынадан да ұзын, рашогын мықты жігіт болып, мектебін бітіріп, оқуға түсіп, оқуын бітіріп, дипломын алғанда осы ұзын стол жазамыз. Өңгелегім оқуға түсіп, шетелге барған кезде ұзын стол жазамыз. Америкаға барған. Сосын ағылшынды жақсы оқы, маманың еңбегін ақтаңдар, әйбат үйді сыпырыңдар, жинаңдар мамаларыңды, бағыңдар, күтіңдер. Ауырқамас мамаларым. Ең өмірдегі керек бар байлықтары мамалары сол үшін мамаларының тілін алып, әйбат балапандар өсіңдер. Екі тәте, саған да денсаулық тілеймін, мінекей тауба, мәненің арқасында Мадиком екеуінің ешкімнен кем емессің. Мен мақтанып тұрып айтамын, әлі де Құдай тіл көзден сақтасын тәте. Мен тәтем өстіп отырады, мен тәтем бүйтіп отырады, тауба. Ол кімнің арқасы? Ең бірінші, шынымен де Марленнің арқасы. Әлгі үйдегі ер азамат мықты болмаса, ол ешқашанда, ол сырттан келген бала ешқашан бақытты ете алмайды, бөтен үйді. Сол үшін үйден ер азамат керек болғаннан кейін, тірек дұрыс бағыт бергеннен кейін, жанындағы жары да әйбат, үйіндегі енді әке-шешесі. Енді болады ғой, өмір болғаннан кейін, плюс минус ол тегі, ешкім тегі кереметтей тегі бірінің бетін бірін чөпілеп сүйіп отырмайды, ол мүмкін емес. Мен баяғыда шешем айтатын, Мадиком. Мына өкпелеп келеді ғой кейде, енді өмір ғой, өмірде өкпелесіп келсе, шырағым, бұл өмір. Мына адамның өмірі табиғатпен бірдей. Жаңбыр жауады, күн күркірейді, көктем болады, жаз болады, қыс болады, күз болады. Адамның өмірі де сондай. Бірде ашты болады, бірде тәтті болады, бірде суық боламыз, бірде суық боламыз. Сол сияқты Құдайға шүкір, тауба, мәненің әйбат мәшінесіменен бізді рахаттандырып жүрген өзім басқа бір
курортқа барған деген нейрон деген ғой өзім курортқа барғанда әкімнің клиникасын көріп қарным тойып қуанып осындай менің де анамның немерелері осындай дәрежеге жетті тауба мінекей мына жерге келсем Күштен екенші. о сөз жоқ тілім таста тауба мен бақыттымын жаншығым көкте тұрған апаң бақытты екен мына отырған мамаң бақытты екен тауба сендердің осындай өстіп жүргендеріңнің өзі иә оны көріп орталарыңда отырған мен мамаларыңнан ары бақыттымын шүкір аллаға бәрі сендердің арқаларыңда әрқайсысың міне мадиком уже зам директор болып отыр аллаға шүкір бәрімен мен мақтанамын бір титтей грамота алыңдаршы мен мақтанамын титтей бір медаль алыңдаршы мен мақтанамын менің мақтанышымсыңдар сендердің әрбір жетістіктеріңе мен түбім көкке жеткенше қуанамын онымен статусыма сақ боям 90 бәленбай адам көреді мені де қызықтайды әкім көреді участковый көреді зам әкім көреді ЖКХ-ның бастығы көреді не салады екен мына ембірлейін екен бәрі мені қызықтайды не екенін депутатқа дейін қарайды бұл мақтанғанмен түсінбейді салам мен скриншот жасап кейде мамаңа жіберемін қызық мен не үшін дейді қызық деп қарап шығады сол секілді балапан дендерің сау болсын бақытты болыңдар иә құдайға шүкір тауға дастарханым осындай әрқашан жаншығым жақсылыққа жайылсын осы шаңырағында тек қана қуаныш болсын мен қуанып отырмын прям үй деген әйбат болып кеткен бір кеп мен ренжіп кеткен өзі әйбат біледі иә есіңде ма онда балалар кішкентай сызып тастайды әне бүйтіп қалғанмен сөйтіп Үйде отырдым ғой еще. иә содан кейін жаншып мынау не ертең расчеттің класстасы іңкәрдің не мынау бір күні маған бүйтіп жатыр мына бойда мынаны алдым мынаны шақтадым мынаны бүйтіп 3 сор алдым телефонның бәрін көріп алғам негізі иә негізі жаншығым рахмет рашодқа да рахмет рашодтың папасына да рахмет үлкен жігіт болсын мықты жігіт мінекей радик деген мен өзім жақсы көремін ол кім қалай көреді өзім білмеймін өзім құрметтеймін мен әрқашан жоғары бағалаймын апасына ылғи айтып отырамын ол мықты азамат деп рахмет анасын сыйлаған ол не бауырларын сыйлаған ол рашодтың папасы іңкәрдің мықты жігіт жаншығым сендерге бақыт тілеймін балапандарың қызығын көр мамаң орталарыңда қартаймай сұлу болып жүре берсін 55 жылдыққа салғалы жатыр шешең тауба иә енді сұлу қылып киіндіру керек ол енді сендердің мойныңда екеуің I love my mom, grandpa, my mother, brother, sister. Ешқашан ауырмаңдар, бай болыңдар. Көп ақшаларың болсын. Мен сендерді қатты жақсы көремін. Мен бәріміз көп өмір сүрейік. Дастарханда солай бола берсін. Әпкем, анам, тәтем, бәріміз әжем, апам, атам, бәріміз бір болашақ болып жүрейік.